Утром прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Бір қошемет қағып қойыңыздар міне. Мектепке студент кезден бастап қазіргі тұрмыс құрып жатқан кезге дейін керемет кездерді, көріністерді тамашалады. Болашақтарыңызда осындай жарқын, бақытты болуларыңызға тілектеспіз. Тимур, Аида, конечно, любите, цените, живите, наслаждайтесь. И все это только лишь вместе. Чтобы нити ваших судеб переплетались лишь, конечно, крепче. И пусть ваша жизнь будет чудесной и наполненной совместными яркими моментами. Будьте счастливы! Тимур, Аида, бақытты болсын деп тағы да бір қатырақ қошемет қағып қойсаңыздар. Рахмет, енді құрметті қонақтар, қазір біз ортамызға Ниязбек көкеміз бен Анико жеңгемізді тағы бір мәрте шақырамыз. Қайдасыздар, Ниязбек көкеміз, Анико жеңгеміз. Ортамызға келіңіздер. Ниязбек көке, мен жаңа
Анико жеңгеміз қайда? Ордамызға келіңіздер. Қазір енді Тимурдың анасы Пампух құдағи мен ағасы Аслан құданы ордамызға жақсы тілекке жақсылап билетіп алып келсеңіздер дейміз. Қазір төрдеміз ордамыздан табылып, өздеріңіздің қыздарыңыз бен күйеу ұлдарыңызға деген жақсы тілек білдіретін боласыздар. Пампух құдағи және Аслан құданы ордамызға билетіп алып келіңіздер. Рахмет. Пампух құдағиды көргендер бар болса, алып келіңіздер. Случайно Чернобыльский не украли, да ее? Где она? Ана ордамызға келіңіздер. Екі құдағи середей ордамызда әдем болып тұрыңыздар. Енді құрметті қонақтар, барша игі жақсылар, екеуара әңгімені кішкене бір сәтке жиыстырсаңыздар. Екі жастың ата-анасы өздерінің ұл қыздарына жақсы тілегін білдіргелі жатыр. Бала көз қуанышың, көңіл жұбанышың бауырың деп жатады. Бүгінгі көптен күткен той қуанышы әрине ата-ананың аса күткен той қуанышы. Той қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Біз енді алғашқы жақсы тілекті мына Аслан құдамызға арнайы ұсынамыз. Жігіттің сұлтаны, өзіңіздің Аслан құда ініңіз бен келіңізге деген ағалық әдемі жақсы тілегіңіз болсын. Рахмет, құрметті қонақтар, Аслан құдаға бір қошемет қағайық. Мен барлық айтылған жақсы тілектерге қосыламын деп жатыр. Рахмет. Ал енді біз құрметті қонақтар, жақсы тілек кезеген бүгінгі той қуаныш иесі Ниязбек көкемізге арнайы жақсы тілек ұсынамыз. Ниязбек көке, Аида қызыңызға, Тимур күйеу балаңызға деген әкелік әдемі жақсы тілегіңіз болсын. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Иға атам. Иға Чапаев думаете. Қызым Аида, күйеу балам Тимур. Бүгінгі көтеріп атқан шаңырақтарым биік болсын. Чтобы долго жили в одном куполе, в одном
ваши мечты сбылись. Чтобы твои родители, ваши родители тоже здоровы были, счастливы были. Дочь, я надеюсь, что ты там наше воспитание, наше знание, то, что мы передали, будешь использовать полный пост. Только на благо будешь служить там расти, детей вырасти. Дай Бог следующий год, мы что это Шадыхана пошли. Дай вам здоровья и вашим родителям, всем родственникам, братьям, сестрам. Ну всем, короче, здоровья желаю вам. Всем, кто здесь в зале сидит. Аман болайық, арақ шыбалдал болайық. Рахмет, ағамыздың әрбір айтқан жақсы тілегі орындалсын, қабыл болсын деп тілейміз. Енді құрметті қонақтар, ол қыздар үшін бойындағы бар мейірімін, жылуын аямайтын ол әрине біздің асыл аналарымыз. Осы ол қыздары өмірлік жолын тапса екен, өмірде бір орындарын тауып, қуанса екен деп жүретін әрине ол біздің асыл аналарымыз. Қазір енді біз жақсы тілекті Пампух құдағиға ұсынамыз. Пампух құдағиыма известный русский писатель Михаил Юрьевич Лермонтов сіз сияқты керемет сұлуды көріп айтқан екен: столько красавиц повидал за столько лет, но нет, скажу, нет прекраснее вас нет деген екен. Пампух құдағиға бір жақсылап қошеметімізді қағып, жақсы тілегімізді арнайы өзіңізге ұсынамыз. Мына құрметті қонақтар, біздің құдалар қандай керемет жандар, өте қарапайым, өте ұялшақ жандар екен. Бір құдағиға бір қошеметті қағайық, қысқа нұсқа өзіңіздің қызыңызға күйеу болаңызға деген. Можно и на казахском, и на русском, и на курском, как вам удобно. Рахмет, Пампух құдағиымызда бар айтқан жақсы тілекке қосыламыз деп жатыр. Ендеше Аниго жеңге, өзіңіз енді екі құдағидің атынан тілек айтасыз. Спасибо. Дорогие гости, спасибо вам, что уделили свое драгоценное время, поделили с нами такую радость. А молодым я желаю на жизненном пути только светлая полоса, чтобы была, уважали старших, чтобы на вашем жизненном пути была только светлая дорога. Удачи вам и всего самого хорошего. Уважайте друг друга, цените, будьте счастливы. Рахмет. Папа говорит, сказала, мы вас любим. И вот родители, конечно, вас любят, всегда будут поддерживать. Пампух құдағи, знаете, вот біздің можно вас на минутку? Біздің құрметті қонақтар негізі қазақтың отбасыларына керек не екен да? Вообще сөйлемейді, араласпайды екен, қандай? Осындай болса ғой дейміз да, біз енелердің бәрі. Рахмет дейміз. Енді төртеуімізді арнайы бір есерке қодаға сөйлетіп сұранамыз. Тимур, Аида, ата-ананы бағалаңыздар, қадірлеңіздер. Біздің бұл өмірге келген басты миссиямыз Алланың разылығын алу, ал Алланың разылығы осы ата-ананың разылығында. Баршамызға ата-ананың Алланың разылығын алуды Алла Тағала нәсіп етсін дейміз. Қазір енді Ниязбек көкеміз бен Аниго жеңгеміздің құдағиға деген алдына керемет гүл шоғы бар. Ниязбек көке, өзіңіз жақсылап табыстаңыз. Құрметті қонақтар, қошемет қағып демеп отырыңыздар. Рахмет. Енді бүгін керемет қазақша, орысша, түркше, күртше енді бірнеше салт дәстүрді байланыстырып өткізіп жатырмыз ғой енді. Қазір енді төс қағыстыру деген бар. Құда мен құда бір-бірімізбен төс қағыстырып қойсаңыздар, екі құдағи
екі құдағи бір біріңіздің беттеріңізден сүйіп, қаны құдалық құтты болсын, жастар бақытты болсын деп қойыңыздар. Соғысы кәдер, жасаңыздар құдалы, асаңыздар құдалы. Рахмет. Пампық құдағиында біздің құдағиымызға деген алтыны бар екен. Рахмет. Қазір енді төртеуіміз жастардың жанына барсаңыздар, жастарыңыздар төменге түсіңіздер, ата-анамен бір естелікке фотоға сөйлерді сұранамыз. Да, фото на память. Ал қазір құрметті қонақтар, біз енді ортамыздан табылып, үш биді жақсылап билейміз, одан кейін барып өздеріңіз білесіздер, қылан кеші бар. Сол қылан кеші жақсылап қазір енді Шымкент қаласына келген арнайы біздің ағалық жүргізетін болады. Ал құрметті қонақтарымыз баршаңызды көңілді отырған биге шақырамыз. Thank you.
специально для новых художников. Курский танец. Selma